Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге той дастарханына қойылатын қатпарлы жұмыстақ тәтті чупараның құпиясымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Сіздерден қолдау ретінде қазақ тілді YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Барлық қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Ең алдымен табамызға суымызды, тұзымызды, майонезімізді салып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз еріп, майонезіміз суға бірігіп, сұйық масса шығуы керек. Ендігі кезекте ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қонақ келгенде дастарханға чупараның жанына самса қоюға да болады. Менің YouTube каналымда ұйғыр самсасының қатпарлы рецепті бар. Описание бөліміне міндетті түрде қалдырып кетемін. Біздің қамырымыз дайын болды. Сыртын пакетке орап, жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Картоптарымызды, яғни піскен, қайнатылған картоптарымызды пюре ететін қасықтың көмегімен езіп, үстіне тұз, сары май және де ыстық сүтімізді құямыз. Сары май ерітілген болуы керек. Дәміне қарай тұз, басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша құрып қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Барлығын қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын болған салманы бөлек ыдысымызға салып қоямыз. Дәмді салмамыз дайын болды. Ендігі кезекте демалған қамырымызды жаятын боламыз. Үстіне ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен жұқа қамыр илейміз. Бұл қамырдың құрамына ешқандай қопсытқыш, ашытқы қосылмайды. Қамырды жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ, себебі қуырылып жатқан кезде қамыр жыртылып кетуі мүмкін. Әрі қарай видеодағыдай етіп қамырларымызды жайып, кесіп алатын боламыз. Достар, мен қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ деген сөзіме қарап, қалыңдақ қылып алмаңыздар қамырды, себебі піспей қалуы мүмкін. Оның құрамына ешқандай қопсытқыш, ашытқы қосылмаған. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша чупараны үлкен немесе кішкентай етіп жасасаңыздар да болады. Мен орташа көлемде чупараларды жасап шығатын боламын. Достар, менің YouTube каналымда езілмейтін, жыртылмайтын пельменнің рецепті бар. Оны да описание бөліміне жазып кететін боламын. Егер де чупара бүгуді білмейтін болсаңыз, видеоны баяу қозғалыста аспай қарап, түйіп алсаңыз болады. Немесе менен де әдемі түйуіңіз де мүмкін. Айта кететін бұл чупараның ерекшелігі, чупараларды түйіп, алдын ала морозильникте пісірмей сақтап қатырып алуға болады. Және де морозильниктен шыққаннан кейін де бұл чупаралар свежий, жұп-жұмсақ, қатпарлы болып тұрады. Алдын ала қыздырып алған майымызға чупараларымызды салып, пісіріп алатын боламыз. Достар, бізге ас болсын, сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео пайдалы болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Сіздер бұл чупараны осы рецептке қалай дайындайтын едіңіздер, ол құпиялармен де бөлісе кетіңіздер. Мен міндетті түрде сіздердің пікірлеріңізбен санасатын боламын. Достар, менің YouTube каналымда Pinduoduo курсының OT сабақтары және де фастфуд түрлері, одан бөлек түрлі тәттілер, тағамдардың рецепттері де бар. Міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліңіздер. Сіздерге барынша пайдалы ақпараттармен және де түрлі тәтті тағамдардың рецепттерімен бөлісетін боламын.